медресе ғана емес, халықтың қоғамына, көпшілікке пайдасына іске асатын нәрселердің бәрі уақыт болып есептеледі. Мысалы, Құран кәрім біздің 90-шы жылдарда дінімізге қайтадан есік ашылған уақытта халифа ақсақалдың Құраны келді. Соның ішінде мынандай жазып тұр: уақфун лиллахи тағала, Алла жолында уақып етілген мүлік деп тұр. Сауд Арабиясы корольдігі басып шығады. Яғни Алла жолындағы уақып мүлік деп тұр. Яғни ешкімге сатылмайды, сыйға берілмейді, сатылмайды, мұраға берілмейді. Сондай мүлік болып есептеледі, Алланың мүлкі болып есептеледі. Мешіттерге қойылды, адамдарға таратылды. Кеше мысалы біздің Нұр-Мубарак университетінде де Әбсаттар Исманов ағамыздың жарықтық, сол кісінің Құраны да солай тегін таратылып жатыр. Мына Қазақстан бойынша қазір 10 мың данасы кітабы, Құран кәрімнің мағыналық және түсінік аудармасы және түсініктемесі деген кітабы тегін таратылып жатыр. О да сатылмайды деген ішінде белгісі бар. Бұл кітап сатылмайды деп жазып тұр. Яғни бұл да кітап та Алла жолындағы халыққа керекті уақыттарда, мысалы осы азаматтар біздің кезіндегі алаш қайраткерлерін қолдап, маман ұрпақтары Айқап журналының шығуына, Қазақ газетінің шығуына үлкен үлестерін қосқан. Онымен қоса қазақ даласында ең бірінші мына қазақ жастарын оқытып, жастар ілімге талпынсын деп роман жазуға дейін соларға мүшәйра өткізген. Сол бір деректерде 2000 сом тіккен дейді, бас жүлдеге дейді. Ол 2000 сом о кездерде қойдың бағасы 3 теңге 3 сом тұрған уақыттарда, енді ойлаңыз қандай үлкен қыруар қаржы. Соны Сұлтанмахмұт Торайғыров Қамар сұлу деген шығармасымен жеңіп алған деп айтады. Сондықтан әртүрлі осындай азаматтарды қолдап, жаңағы сол маман медресесінде Ілияс Жансүгіров бір белгілі әртүрлі уақыттарда кім Сүлеев деген бабаларымыз, Күдөрин деген кісілер, Мұхамеджан Тынышбаев деген ағаларымыз сол жерден оқып шыққан. Бұл сол жерді бітіргендерді ары қарата да оқуларына қолдаған. Бұл кісілер өте саудамен айналысқан, ауқатты бай әулет болған. Бұл кісілерді құт маман ұрпақтар деп айтқан екен. Құт қонған бұл кісілерге деп. Бұл кісілер Наманғанда, әртүрлі жерлерде, нелер Жаркентте сауда дүкендерін ашып, сауда да жүргізген, елге де шарапатын тигізген. Анау жылғы бір уағызында айтқандай бай болған, енді рухани бай адамды қазақта орыстың богатый деген сөзінің аудармасы емес дейді, бай деген. Рухани бай болған адамды бай деп айтады дейді. Сондай азаматтар болған. Бұлар бірақ енді өкінішке орай кеңес үкіметі орнаған уақыттарда 1928 жылдары бұл кісілердің 15-і атылып, маман ұрпақтарының 36 жер аударылып, сондай көп нәубет көрген бұл кісілер, қудалауға ұшыраған. Мектептердің бәрі жаңа қиратылып, басқа кеңес үкіметінің нелеріне басқа